Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Бүгінгі басты жаңалық әрине Каспий қосымшасының тоқтап қалғаны. Каспий қосымшасы істемей уақыт тоқтап қалғандай болды. Талғар трассасы бойында дүрілгу. Брат, нөміріңді қалдыш, Каспий қоса сала салып берем, нал жоқ, брат деп таксистке жалынған жұрт. Осы шығарылым YouTube'қа шыққанша оның барлығы жөнделеді деп үміттенемін. Ал қозғайтын тақырыбымыз бүгін мүлдем басқаша болмақ. Менің соңғы шығарылымым парламент сайлауына арналған болатын. Бейненің астына сіздер қалдырған пікірлерді мұқият оқып шықтым. Біраз адам сайлауға бойкот жариялау керек десе, біразыңыз көшеге шығу керек деп Қырғызстанды мысалға келтіріпсіздер. Қоғамда да дәл солай. Мысалы, саяси белсенді Белла Орынбет сайлауға міндетті түрде барып, бақылаушы болу керек дейді. Әрине, әртүрлі пікірдің айтылуы демократияның бірден-бір белгісі. Бірақ біздің қоғамда басқа жағдай қалыптасты. Сондықтан біз Беларусь немесе Қырғызстаннан тікелей мысал ала алмаймыз. Оның үстіне Қырғызстандағы жағдай қазір билікке бандиттердің келуімен аяқталатындай жағдайға келді. Сонымен ол қандай жағдай? Ол біздің бөлінуіміз. Билік халықты басқаруда түрлі амал қолданады. Солардың бірі ең белгілі көне қақпан бөліп алда билей бер әдісі. Халықты жік-жікке бөліп, қырғыстырып қою арқылы халықты бір-біріне жау етеді. Белгілі бір топты өздеріне ыңғайлы болған үшін көтермелесе, бір топты төмендетеді. Қазақстан халқының нәсілшіл, рушіл, желшіл, ұлтшылдығы билік үшін тапсырмас мүмкіндік. Халық қазақ орыс тілінде сөйлейді деп бөлуі, түрлі ұлт өкілінің болу нәтижесінде қазақтар өзге ұлт өкілдері деп бөлуі, территорияны оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс деп бөлуі биліктің не ойлағанын көрсетеді. Бүгінгі шығарылымда бөлшектеп алда жоя бер дегенге пара-пар саясат туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Соңғы уақытта елде асып бара жатқан жаңалық жоқ. Талассыз брифингтер, өтірік сөздер, айыптаулар, Каспий қосымшасы. Маңызы бар жаңалықтар болса, міндетті түрде бөлісеміз. Бүгінгі назарымызды елдегі ең түйткілді мәселеге бұрсақ па дейміз. Билік халықты басқаруда қандай әдіске жүгінеді? Сонау Рим кезеңінен келе жатқан бөліп алда билей бер басқару әдісін естіген боларсыздар. Біздікілер оны әрине айтпайды. Алайда елде жерге, ұлтқа, тіл мен дінге қатысты тақырыптардың өршіп тұрғанның өзі олардың мойындауын қажет етпейді. Онсыз да көп бөлінген халықты бөле түсіп, бөлінген топтар арасында алауыздықты қоздыру саясаты біздікі секілді билікке ең қолайлысы. Мысал ретінде тіл мәселесін қарастырайық. Елімізде қазақ және орыс тілінде сөйлейтіндердің арасындағы қырғи қабақтың болуында мемлекеттің екі топқа да қолайлы жағдай істеу орнына әлсіз топты төмендетіп, өзіне ыңғайлы топты үнемі әлпештеуі себеп. Соның салдарынан болар жақында Павлодарда орыс тілін мемлекеттік тіл статусынан айыру керек деген желеумен митинг өтті. Қазақстанда тұрасың ба, қазақ тілін білуге міндеттісің деп ойлайтындар біршама. Алайда елге түрлі себеппен қоныстанған өзге ұлт өкілдерін ұмытпаған жөн. Түсініспеушіліктер болмас үшін қазақ тілінің қарапайым деңгейін білу керек, және ол маңызды. Екі топтың да ортада бір тіл білмеген үшін болған жағдайлар көп. Мұндай оқиғалардың жиі қайталануы екі жақты шығыстырып қойған биліктің пайдасы үшін өте жақсы. Осы кезде философия ғылымдарының докторы Молдияр Ергебековтің Холоньюске берген сұхбаты өте орынды. Өткен аптада бір студентім Қазақстанда нәсілшіліктің жоқ екенін айтты. Ол студентіммен елімізде баршаға танымал пәленше деген банктың Каспий газетті айтып отыр, мобил қосымшасын қолданып қолданбайтынын сұрадым. Қолданатынын айтты. Қай тілде қолданатынын сұрадым. Студентім орыс тілінде қолданатынын, өйткені ол банктың мобил қосымшасының тек орыс тілінде ғана бар екендігін айтты. Қазақ тілді азаматтары көп бір елде қазақ тілін көрмеген сыну, елемеу, өзінің күнделікті еңбек политикасына қоспау, нәсілшілділік. Бір қыңжылтар жағдай еліміздегі орыс тілді адам құқын қорғаушылардың көбінің, бәлкім ешбірінің бұл мәселе жағдайына ләм-мим демеуі. Өйткені олар үшін де қазақ тілі жоқ. Қазақ тілі жоқ жерде қазақ тілділер де жоқ. Қазіргі таңдағы жаңа нәсілшіліктің ең маңызды ерекшелігі барды жоқ деп білу. Қазақ тілді миллиондаған адамнан күнделікті табыс тауып отырған банктердің, бизнес ошақтарының, мекемелердің қазақ тілді қосымшаларын, парақшалардың дамытпауларының бір ғана мағынасы бар. Қазақ тілді азаматтарды жоқ деп санау.
Тек қана студентімнің мобил қосымшасын қолданатын банкі ғана емес, еліміздегі көптеген мекемелер қазақ тілділерді жоқ деп санап жүр. Нәсілшілдіктің, алаулаудың, тілді қажетсінбеудің бір мысалы осы. Қазақ тіліндегі нұсқасын дайындап жатырмыз дегеніне де көп уақыт болды. Бір топты елемеудің әсерінен болып отыр. Соңғы уақытта тұтынушы құқығын талап етіп жүрген қазақша жас тобын білетін шығарсыздар. Олар бірнеше ірі компанияны қазақша қызмет етуін талап етіп мақсатына жетті. Алайда осы сынды алпауыттар әлі де қазақ тілінің қажеттілігін байқамаған секілді. Одан бөлек халықтың жершілдігін мысал ретінде алуға болады. Ұлан ғайыр территориясы бар Қазақстан не үшін бірдеңе болса, батыс, оңтүстік деп бөлуге құмар. Себебі бұл қалаларды бір-біріне айдап салудың ең оңтайлы тәсілі. Қалаларда түрлі диалектінің, өзге ұлт өкілдерінің көп болуы бұл мәселедегі негізгі фактор. Мұның бірден бір себебі биліктің халықтың шын мәнінде көп екенінен, біріккен күшінен қорқуы деп түсінемін. Сонау 2012 жылы Алматыда өткен жиындардың бірінде жазушы Қабдеш Жұмаділов былай депті: мен кейде ойланам, осы бір емес, екі бірдей президенттің қуып шыққан қырғыздар мен мына біздің қазақты салыстырам ғой. Өйткені тарихты көп жаздым, зерттедім. Қырғыздарды да көп білем. Осы қырғыздар бізден шынында да жауынгер ме? Ақыл ой артық па деп сұрақтар қойып қоям. Мен олай демес едім. Қырғыздың мерейін үстем қылып тұрған жерінің шағындығы. Кешке Ошта көтерілсең, таңертең Бішкекке жетіп келесің. Өкіметін қоршап ала қоясың. Қорқытасың, қуып шығасың. Ал біздің билікті сақтап тұрған қазақтың кең байтақ даласы. Әр қаланың арасы 1000-2000 шақырымнан. Біздің үніміздің қосылмайтынның да бір себебі осы. Анау Маңғыстауға бара алмаймыз. Өте бір жанкештілеріміз болмаса, көбіміз үйде жатып жете алмай қалдық. Анау күні халық толқыған кезде, егер осы жағдай Қырғызстанда болса, Бішкекті тағы бір рет шайып кеткен болар еді. Енді осы қазақтың кең даласы әрі бағымыз, әрі сорымыз. Үніміз қосылмай әр жерде жүреміз. Бөліп алда билей береміз, бөлшектеп алда жоя бер деген сөзге жақсы дәлел болады. Одан бөлек елде қазақ не өзге ұлт өкілдері деген бөлініс бар. Елде осы ұлттар арасында қандай да келеңсіз жағдай орын алса, не оралмандар мәселесі қозғалар болса, әр топ өз мүддесін қорғап, өзінікін ғана дұрыс санап шағымданады. Өздеріңіз білетіндей, бұл да биліктің пайдасына шешіледі. Кішкентай топтарға бөлу арқылы халықтың күші мен билігін азайтады. Ал өздері болса, соның есебімен шиеленіс тудырып, билігін нығайтады. Бұл саясатты ұстанып, байыған үстіне байи түсіп, адамдарды алдап, санасын улайды. Ең сорақысы әділдік сөзін күлкіге айналдырады. Жаңағы ұлтқа бөлініс қазақ халқының ұлтшылдығын қосқанда тіпті өрши түседі. Бір ұлт өкілінің теріс әрекеті тұтас бір топтың жаман екенін көрсетеді оларға. Соңында араз болған екі жақ не үшін? Кім үшін аразасқаны ұмытылып, алайда сол өкпесі ұмытылмайды. Нәтижесінде билікке бір ұпай. Көріп жүргеніміздей біз көп топқа бөлініп кеттік. Әр топ тек өзінікін дұрыс санап, өзін өзге топтардан жоғар санайды. Бұл топтар басқа топтың барын мойындамайды, алайда олар өмір сүруін жалғастыра береді. Бірдеңе болса, келеке мазақ дайын тұрады. Топ өкілдері біріне бірі қаратып, қазақша сөйлей алмаған үшін мәңгүрт деп, орыс тілділер қазақшаға сөйлейтіндерге мәмбет дейді. Одан бөлек келімсек, қалбит сынды келекелерде көп айтылады. Мұнымен не айтқым келеді? Біздің бір-бірімізге мұндай жауыздықпен менсінбей қарағанымыздан тек билік қана ұтады. Бір елде қырғи қабақ болғаннан жікке бөлінген кесірінен ең маңызды мәселелерге көңіл аударылмай қалады. Биліктің де мақсаты сол, халықтың назарын ұсақ түйекке аударып, масаттана биліктерін жалғастыра беру. Ал біз жүрміз, менің руым, ұлтым, тілім мықты деп. Биліктің бұл құйтырқы әдісі туралы менің пікірім міне осындай. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.